Мен бүгінгі өзімнің влогымды бастаймын. Біздің арнада болыңыздар. Сонымен. Ау? Карьераңды тоқтаттың ба? Футболдағы? 30-дан асқандар плюс 30 деген турнир болады. Соған қосып қойған ғой, футбол ойнаймыз. Содан кейін футболды доғарам деп шештім. Балық қойды, мынау балық. Папа балық ашып жатыр. Папа осындай толтырып балық алып келді. Күштеп балық жейміз. Балық қуырамыз қазір. Қазір өдөш. Қараш папа қанша балық аршыды, қара. Қанша балық аршыды папа, да? Жегенде қылқандар, қазір піскенде қылқандар еріп кетеді ғой, жегенде күшті батыр. Осылай жіңішке етіп тураса ма? Ара қашықтарында? Иә. Қылқан шықып отпайсың, осылай жеп қоя бересің. Венеция болады ғой. Венеция? Ертіс па? Су тартып қалды ғой Венецияда. Сондай бірдеңе болып жатыр да жаңалықтардан. Сол судың бәрі бізге келді ғой. Сол судың бәрі бізге. Иә. Анақай жатсың ба, Әдөш? Балық жейсің ба? Әдөш, сен бұл балықты жемейсің енді. Сен дым ренжіме. Бұл балық саған ананың сүтімен сол арқылы бармаса. Сүйектерінің бәрі пісіп кетсін. Жегенде байқалмайтындай. Мумия сияқты екен түрі. Күшті ете осылай. Айбек балық қуырды. Қазір жейміз. Ежен. Саған жаңа тұсын айтты, қоңырды.
Кетіп бара жатырмыз. Біздер Айбекпен киноға кетіп бара жатырмыз. Достарымызбен. Жігіттер түсіргенmiş. Оралдың жігіттері түсірген ба не? Назар аудар. Мәссаған. Тіпті керемет. Оралдың жігіттері түсірген деп айтады Айбек. Мен машинаның алдында отырмағаныма бүгін тура 9 ай болыпты. Әжекай бүгін 9 айға толып жатыр. Қызық сезім екен негізі. Ау. Үнемі артта отыратын едім ба? Иә, үнемі баламен артта отырам. Бізде күн былшырап кеткен еді. Барлық жер езіліп. Бүгіннен бастап қазір қатырып келе жатқан сияқты. Кішкене қар жауған, еріген нәрсе мұздаған. Бұның барлығы қатса көктайғақ болуы мүмкін да? Иә. Дәл солай. Бұл бізде Назарбаев даңғылы. Назарбаев даңғылы болып қалды ма әлі? Әлде кері достық болып кетті ма? Білмейсің ба, ева? Қалды пока. Қалды ма? Әзірге. Қазір біздер Абай даңғылымен келе жатырмыз. Негізінен біздер әндетіп, ән тыңдап жүретін едік. Бірақ YouTube'қа ондай нәрсені жүктеуге болмайды. Сол себептен осы нәрсені түсіру үшін тып-тыныш Айбекке музыканы қостырмай келе жатқан сәтім. Осында болады киномыз. Галактика ойын-сауық орталығында. Галактиканың қасында парковкада орын болмай, біздер машинамызды Аэропластың қасына тастап, енді жаяу келе жатырмыз. Күлгім келіп жатыр. Соған Айбек бұрқан-талқан болып пысқыны злой. Әжекайды ата-әжесіне тастап, біздер киноға бара жатырған сәтіміз. Маған назар аударатты қазақстандық жаңа жоба. Ал отандық кинематографияны қолдауға біздер әр уақытта дайынбыз. Вместе с героями, семейными и одинокими, обеспеченными и снованными коренными. Жігіт
әсерлі болды. Соны талқылап келе жатырмыз. Өте ұнады. Плюс 5. 5 деген баға қойдықтыр. 10 деген баға болса 10 деген баға қояр едік негізі. Өте жоғарғы деңгейде түсірілген екен, және де киноның басты ойы, идеясы мықты екен. Күшті актерлар түскен. Иә, актерлардың ойнауы, шеберлігі, жалпы киноның сюжеті, адамды қарата білуі өте мықты. Бір сәтте бір алаңдап кеткен сәт жоқты. Тек барлық екі көзіміз сол кинода болды. Толқыталдық, кішкене көңіліміз де түсіңкі болды, көтерілді де, неше түрлі эмоция бізге сыйлады. Өте ұнады. Әсер үстіндемін әлі де. Өте күшті, да? Иә. Күліп ішім арып қалды деймін ғой. Иә. Қызықты, күлетін жері де көп, ойланатын жері де көп. Және де біз сияқты жастарға, жас отбасына өте тәрбиелік мағынасы терең. Жалпы сюжетін айтпай-ақ қояйық. Че істеватсың? Мен тұратын ба? Екі келді. Жалпы не смотрят с тобой, Ольга? Тәрбиелік жағы өте терең. Біз сияқты жас адамдарға, жас отбасыларға, декреттегі әйел адамдар үшін деп айтайық. Өте мықты. Сөз жоқ, мықты.